Құрметті оқырмандар, біз деген бүйе 3-ке тіркелдік тегін. Енді бір айдан кейін бізден 10 000 теңге алатын болады подписка үшін. Енді сол 10 000 теңгені төлемей, ары қарай басқа аккаунтты тіркеп тегін пайдалану үшін біз бірінші тіркелген карточкамызды алып тастауымыз керек. Сол үшін ең бірінші мына UC VPN-ге қайтып кіреміз. Одан кейін мынаға сол жақта браузермен Gemini'ге қайтып кіретін боламыз. Қалай басып жүктедік, солай қайтып кіреміз. Gemini жазамыз. Google Gemini. Енді мына жерде біздің аккаунтымыз шықты, біздің сауатқанымыз шықты. Так, мен мынау емес, екінші аккаунтпен кірдім, кеше жасағанда. Бұл аккаунтмен. Сонымен кірейін. Осы аккаунтқа мен карточка тіркеген болатынмын. Шықты. Енді мына сызықшаны қайтып басамыз. Одан кейін ең астында бөлек тұрады, настройка справка деген, соны басасыздар. Одан кейін мына жерде астында не бар бізде? Управление подписки деп көріп тұрсыздар, управление подписки. Яғни қайық жағдайларында оны жазылым деп тұрады, айлық жазылым басында жазылады. Сосын астында тұр, ең астында отменить подписку деп тұр, соны басамыз. Подписку деп отменада жазып тұр, отменада басамыз, көкпен тұрғанда. Қайтып шығады бізден отменить подписканы тағы басамыз. Одан кейін міне шығады, бізде активный дегеніміз, яғни бұл келесі айда уже біздің ақша алады деген, активный болып тұрған. Следующий платеж деп тұр, 9990 теңге, келесі айдан басталады деп жүр. Енді бұны осына қалай yapsақ, настройканы басамыз. Басқаннан кейін мына жерде шығып тұр, бізге біздің карточканың номері шығып тұр, мен соңғы 4 нөмірі. Мына жерде резервный оплата бізде жоқ, тек қана бір карточка тіркедік, сонда отменить подписку басамыз. Басқаннан кейін почему вы хотите отменить подписку деп. Енді мына жерде өзіміз таңдай қоямыз, бір мысалы мен я редко пользуюсь сервисін бастым, продолжить басамын. Отменить подписку тағы басамыз. Отменить подписка отмена дейді, окей деп басамыз. Енді қараңыздар, міне шықты да, қызыл жазумен отмена деп шықты. Осылай сізде шығу керек. Егер мұндай сөз шықпаса, онда қайтып басып, қайтып жасап көріңіздер. Мына подпискамыз біздің мына тегін подпискамыз 5 августта бітеді екен уже. Сол кезден 6 августтан бастап уже бізден ақша алады деген сөз. Сондықтан біз оны егер жасап қойсақ, бізден ақша алмайтын болады. Егер жасамай ұмытып кететін болса, уже келесі айда бізден автоматически 10 000 теңге кетіп қалатын болады. Осылай жасап қойыңыздар. Егер видеом пайдалы болса, лайк басып, достарға таратуды ұмытпаңыздар.